Шағбан бұл мұсылмандардың 8-ші айы иншалла. Сондықтан да бұл да былай айтқанда бір айға созылады. Басымыз аман болса, деніміз сау болса, бұл айдан кейін келесі айдың басында фатуа шығады, айға қаралады. Сол кезде иншалла бізде Рамазандың нақты қай күні болатыны иншалла айтылады. Сондықтан да Шағбанда құрметті жамағат оразаға дайындалайық иншалла. Дүйсенбі, бейсенбі күні ораза ұстап отырайық. Өйткені жалпы Ережептің Шағбандың оразасы бұл нәпілге жатады. Нәпіл деген немене? Ұстасаң сауап болады, ұстамасаң күнә емес. Ешқандай бір қателік жоқ. Бірақ Рамазанның оразасын былай айтқанда жағдайың бола тұрып ұстамайтын болсаң, сонда ол не болады? Құдай сақтасын, күнә болады. Ол Құдай сақтасын, жауапкершілікке адам баласы тартылуы мүмкін. Ал енді Шағбандың оразасын бір күн ұстап, 10 күн демаласың ба, 5 күн ұстап, 20 күн демаласың ба, өз қалауың болып табылады. Ең мақсат бұл жерде нәпілдің оразасы бұл қосымша болған соң, адам баласы шын көңілімен, ықыласымен не қылу керек, оны нәпіл ретінде ұстаса, нұрдың үстіне нұр болады. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз қоғамда адалдықтың, адал еңбек пен адал болудың маңызы деген тақырыпқа тоқталамыз. 3 нәрсе адал. Қоғамда өзің адал болу, адал еңбек ету, сосын не? Адамдардың өзіңе отбасында адал болудыққа не қылу? Тырысу. Енді біздің Құран кәріміз, Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Күлу минат тайибати ва'малу салихан дейді. Оның мағынасы таза нәрселерден жеңдер де ізгі іс істеңдер дейді. Яғни адам баласы, яғни қоғамда адал деген нәрсесі немене? Ол ең бірінші адалдық. Біз әрқашан айтамыз. Адалдықты өзіңден баста. Адалдықты өзіңден баста. Өзіңден адалдық бастау деген немене? Яғни өзіңден адалдық бастау дегені сенің жаның, тәнің, сенің ойың, пікірің, тіршілігің, құлшылығың, қарым қатынасың, 12 мүшең бәрі неге сәйкес келу керек? Шындыққа сәйкес келу керек. Ең бірінші өз-өзіңді алдама. Өз-өзіңді алдама. Қалай алдайсың? Бұның формалары өте көп. Біз ана жалқаумыз. Будильник шырылдап жатады, таң намазына тұра алмайсың, сосын айтасың, қазір кішкене тұра тұрайын. Әлі 1,5 сағат бар. Бітті, будильникті өшіресің, бітті сонымен. Тұрсаң сағат 8 болады. Сөйтіп сен өз-өзіңді не қыласың? Алдайсың. Субханалла. Бір нәрсе айтсаң, істе десең, айтасың, ертең істеймін дейді. Өз-өзің жұбату. Мен үлкен күнә жұмыс істеген жоқпын ғой мен. Аналар сияқты. Менікі там осылай кішкентай. Алдама өз-өзіңді. Ең бірінші қоғамда адал болу үшін, ең бірінші адалдық өзіңден баста. Сондықтан да Алла Тағала не дейді? Күлу минат тайибат. Алланың берген жақсылық, тайибат деген барлық жақсылығынан жеңдер, ішіңдер. Уамалу салихан. Сосын жақсылық істеңдер. Міне, жақсылық деген не? Егер сен, мысалы деп, өзіңе пайда бермесең, сен қоғамға пайда бермейсің. Сен адамдарға пайда бермейсің. Біреудер бар, біреудердің кемшілігін іздеп отырады. Тырнақтың астынан қазақ не дейді? Кір іздеп отырады. Бірақ өзінің кемшілігін көрмейді. Егер біреу келіп оның кемшілігін бетіне айтса, ренжиді, ашуланады, қапа болады. Бірақ ол басқаларды үйреткенді не қылады? Жақсы көреді. Басқалардың кемшілігін қарап отырады, іздеп отырады, талқылап отырады. Бірақ өзіне келген кезде он красавчик. Ешқандай кемшілігі жоқ. Мен әдемімін, мен тамашамын. Ондай болмайды ғой. Сондықтан да біздің дініміз қоғамда адалдық деген кезде, былай айтқанда, ең бірінші адам баласы не қылу керек? Өзіне адал болу керек. Ол үшін әрине біздер не қылуымыз керек? Өзімізді өзгертіп, иншалла, сосын қолдан келгенге шейін жақсы жұмысты көбірек істейік, құрметті жамағат. Қамшының сабындай қысқа ғұмыр кешеміз. Бүгін сен бастықсың. Бәрі сенің алдыңда жүгіріп жүреді. О, мәке, сәке, дәке, жәке, онжы супермен, онжы бэтмен, бәрін шешеді, бәрін бетеді. Астыңнан тақ кетсе бітті. Бәрі тым-тыраққа болып кетеді. Біреу телефон көтермейді, біреу сообщениеға жауап бермейді, біреу амандасын қабылдамайды. Неге? Өйткені ондай дос саған керегі жоқ.
Сенің орның үшін дос болатын ол дос емес. Ол дос қандай болады? Ол осы дүниенің ақыреттің досы болады. Ол сенің бейнетіңде, зейнетіңде, жақсылық жамандығыңда сенің қасында болады. Сені сатпайды, сені лақтырмайды, сені алдамайды. Неге? Өйткені ода несі бар? Адамгершілігі бар, оның адалдығы бар, оның шындығы бар, оның ақиқаты бар. Ол өзімен адал, өзімен шыншыл. Сондықтан да ол не қылады? Әрқашан әр кезде, орысшалап айтқан кезде позитивта болады. Ол негативта болмайды ешқашан. Ол әрқашан не қылады? Позитивный болып жүреді. Ешкімге ренжімейді, ешкімге қапа болмайды. Неге? Өйткені ол біледі. Ол өтеді, ол кетеді. Жігіттер, сондықтан да бүгін сен қарапайымсың, ертең бастық боласың, машалла, бисмилля. Бүгін сен бастықсың, ертең сен қарапайым боласың. Неге? Өйткені оның бәрі өтеді. Сондықтан да бізден кейін қалатын нәрсе, құрметті жамағат, қоғамға пайда беру, қоғамда адалдық істеу. Мынау Құнанбай қажымыздың айтқан мынандай бір әдемі сөзі бар екен. Абырой, атақ алу үшін ең алдымен адалдық керек дейді. Ешкімді ала көрмей, адалына болысу, кемтарға жәрдемдесу керек дейді. Дегенді ертеден ойыма бекіттім дейді. Өзіме елді қаратып, ел басшысы болғаннан кейін қате кетпесе, біле тұра қиянат жасап, арамды қолданған, момын жетім жесірді жылатқан жерім болған жоқ дейді. Көп мысалы дек, үйдерге барасың, басшылармен кездесесің, қарапайыммен кездесесің, дем саласың, қазақшал ұшықтайсың, жеңілдік жасайсың. Сонда көп айтады. Мен өмірімде дейді, мен біреудің ала жібін аттаған жоқпын дейді. Мен біреудің қарғысын алған жоқпын дейді. Мен тырыстым дейді. Адал болулыққа, әділ шешім шығардыққа мен әрекет еттім, тырыстым дейді. Міне алхамдулилла. Өйткені неге? Адам қысылып жатқан кезде, төсек тартып жатқан кезде өмірінің бәрі көзінің алдынан өтеді. Кішкентай кезінен бастап ата-анасының махаббатымен, анау мектебі, оқыған мекемесі, істеген орны, істеген жұмыстары, оның бәрі көзінен жасынан алдынан өтеді. Сондықтан да ол бір нәрсе өзінен жасайды, қорытынды жасады. Құнанбай атамыз айтады, міне, мен жетім жесірдің, былай айтқанда біреудің арамды жеген жоқпын дейді. Мен адалдыққа не дейді? Көпке сүйендім дейді. Олар мені қиыннан құтқарды, мені ел адам әділ деген атаққа бөледі дейді. Мен адал болдым, мен әділ болдым. Менің көргенімдей жағдайға ұшырасаң, ақты жақта жетім жесірге, жылағанға болыс жәрдем ет дейді. Сондықтан да міне құрметті жамағат, ол адамдан жақсылық келмесе де, Алладан не қылады? Ол жақсылық міндетті түрде келеді. Біреуге жақсылық істеп жатсың ба? Біреуді жылатпай жатсың ба? Бәріне ұнамайсың. Бастықсың ба? Бәріне ұнамайсың. Адам соны түсіну керек. Егер сен ойласаң, бәрі 100% мені қолдайды десең, имам Шафиның айтқан сөзі бар. Егер сен ойласаң дейді, бәрі халыққа ұнайым деп ойласаң, сен жындысың дейді. О сені обязательно көре алмайтын болады, қызғанатын болады, өсектейтін болады. Сен даже дұрыс нәрседе жүрсең де, отырсаң опақсың, тұрсаң сопақсың, ұнамайсың. Бірақ біздің дін тұрғысынан қараған кезде, сен ең бірінші кімге адал болуың керек? Өзіңе адал, Аллаға сен әділ болуың керек. Алла көріп тұр деуің керек. Алла көріп тұр, Алла біліп тұр. Сондықтан да Алланы жақсы көрген, Алланың қаһарына қорыққан адам баласы ешқашан не қылмайды? Әділсіздік жасамайды. Біреудің ақысын жемейді. Неге? Өйткені ол біледі. Алланың қаһарына мен қашып кете алмаймын. Алла міндетті түрде не қылады? Жазасын, сыйлығын міндетті түрде береді. Алланың жазасынан да, Алланың сыйлығынан да сен не қыла алмайсың? Қашып кете алмайсың. Алла көруші, Алла тағала білуші. Сондықтан да құрметті жамағат, әрине біз жақсылыққа шақырамыз, жамандықтан қайтарамыз. Бірақ енді адам баласы не қылады? Өзі таңдайды, өзі көреді, өзі салыстырады деген сияқты. Сондықтан да біз айтқанда сол бүгінгі біздің тақырыбымыз осы болған соң, мына әділ адамдың немесе адал адамның қандай болу керек екендігін, немесе қандай нәрселерге көңіл бөлу керек екендігін қазір қысқаша тоқталамыз. Ең бірінші біздің дін тұрғысынан, адамгершілік тұрғысынан адам адал болған адам не істейді? Ең бірінші өтірік сөйлемейді дейді дін бойынша. Өтірік сөйлемейді. Өтірік сөйлемейді. Сенің тіліңден тек қана не шығады? Шындық шығады. Бірақ Бауыржан Момышұлының айтқан сөзі бар. Шындық өте көп дейді. Бірақ ақиқат біреу болады дейді.
Әрбір адам баласының өзінің шындығы бар. Әрбір адам баласының өзінің шындығы бар. Атеистің өзінің шындығы бар. Анау тәңіршінің өзінің шындығы бар. Мұсылмандың өзінің шындығы бар. Бірақ солардың шындықтардың ішінде бір ақиқат болады. Сол ақиқатқа адам баласы не қылу керек? Тоқтау керек. Ал ол ақиқатты таңдайтын ол нұрлы болған ақыл болады. Жылы болған жүрек болады. Ыстық болған қайрат болады. Егер сенде нұрлы ақыл болса, жылы жүрек болса, ыстық қайрат болса, сен осы шындықтардың ішінден әрбір айтатын шындықтың ішінен сен нені таңдайсың? Ақиқатты таңдайсың. Сол ақиқатқа сен не қыласың? Тоқтайсың. Міне, енді любойына барсаң, любой жамағатқа барасың ба, любой топқа барасың ба, любой дінге барасың ба, бәрі айтады. Правда за нами. Правда за нами. Бізбен жүрсең, біз сені не қыламыз? Анда алып барамыз, мында алып барамыз. Типа сен не қыласың? Прямой жаннатқа кіресің. С нами не будешь, значит ты против нас будешь деген сияқты. Біздің дініміз не қылады? Ең бірінші шақыратын нәрсе, міне адамның сипатын қараған кезде адал болған адам ешқашан еш уақытта өтірік айтпайды. Өтірік айтпайды. Ол кейбір нәрселер бар. Ақылға салады, ақылмен ойлайды. Бірақ сенің ақылың ол кең емес сенің. Ол ақылыңда не бар? Кемшілік бар, ақау бар. Ол ақылың сенің барлық нәрсені қамтып алып кетеді дейді. Егер сен ойласаң, барлық нәрсені қамтып алып кетеді деп ойласаң, ондай болса барлық адамдардың ақылы бірдей болу керек. Бәрі адамдардың ақылы не емес? Бірдей емес. Біреу бір нәрсеге мықты, екіншісі басқа бір нәрсеге мықты. Сондықтан да солардың ішінде ең ортасы қандай? Өтірік айтпа. Өтірік сөз сөйлеме. Енді Алла Тағала Құран кәрімде бізге бұйрық береді. Өтірік айту туралы, одан сақ болуға, шындықты айту туралы бізге Алла не дейді? Я юхалладин аманаттақуллаха ва куну мa'as-садиқин дейді. Ойман келтірген адамдар, сендер Алладан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар дейді. Әрқашан әр кезде шыншылдармен бірге болу. Және бір рет айтамын. Бірақ бұл жерде құрметті жамағат, біздер сақ болайық. Шыншыл деген әрбір топ, әрбір жамағат өзін шыншыл деп санайды. Ол ешқашан өзін қате деп санамайды. Анау уже беріліп кеткен, көзі соқыр болған, құлағы саңырау болған, еш нәрсені естпейтін, көрмейтіндер тек қана өзінігін шыншыл деп санайды. Қалғандардың бәрі қисық деп санайды. Сондықтан да біз өз арамызда, отбасымызда, туған туысқандармен, көршілермен, әріптестермен, далада, көшеде сен не болма? Өтірікші болма. Өтірік айтпа. Өтірік сөздерді таратпа. Дезинформация айтпа. Ол саған қажет емес. Көрмеген нәрсеңді айтпа, көрдім деп. Естідің бе? Ол естіген құлақ, ол кетсін ол. Біреуге жала жабу, біреудің артына жама сөздер тарату. Құдай сақтасын. Оған не? Бұл айтқанда, ол істемеген нәрселерді істеді деп тарату. Бұл нағыз өтірікті болады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Аятул мунафиқ саласа. Иза хаддаса кадиба, ва иза ва'да ахлафа, ва иза утмина хана дейді. Екі жүзді адамдардың үш белгісі болады дейді. Егер сөз сөйлесе не қылады дейді? Өтірік айтады дейді. Егер уәде берсе, уәдесін бұзады дейді. Үшіншісі не дейді? Аманатқа не қылады дейді? Қиянат жасайды дейді. Міне, сонда пайғамбарымыз айтады. Егер ол намаз оқыса да, ораза ұстаса да, біліңдер дейді. Ол не дейді? 200 адам дейді. Сондықтан да біздің арамызда да ондайлар көбейіп кеткен қазір. Сырттай қарасаң мұсылман, іштей қарасаң аузы билля. Сырттай машалла, іші аузы билля. Ондай болмау керек. Мұсылман жаны мен тәні мен не болады? Таза мұсылман болады. Адал мұсылман болады. Сондықтан да ол тіліне сақ болады. Тіліне сақ болады. Тек қана жақсы сөз айтады. Ешқашан еш уақытта біреу туралы, біреудің артынан өсек таратпайды. Тем более не өтірікті шындыққа айналдырмайды. Көрмеген нәрсені көрді деп айтпайды. Сондықтан да біздің дініміз, құрметті жамағат, өте тілге сақ болуға және өтірік айтпаудыққа шақырады. Бауыржан Момышұлының айтқан сөзі бар, білесіздер, иә? Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше дейді не? Шындықтың уын ішіп
өлген артық дейді. Міне, яғни өтірік айтып, батып, біреулер бар, уже оларда хобби. Өтірік айтпаса отыра алмайды. Анау не? Құдай сақтасын, ол саған қандай пайда береді ол? Бір нәрселерді өсектейді, он же геолог, он же теолог, он же психолог, он же экономист, он же финансист, он же политолог, он же культуролог, он же спортивный обозреватель. Субханаллах, да, шұғылдан, интересуйся, проблем в этом нету. Айтишник боласың ба, не боласың ба, бірақ білмеген нәрсең туралы үкім шығарма. Шеше алмайтын нәрсеңді осылай болу керек деп айтпа. Каждый өзінің маманы не қылсын, соны айтсын. Сондықтан да біз бұл айтқанда міне Бауыржан Момышұлының айтқан сияқты өтіріктің балын жеп, мәз болып жүргенше біздер не қылайды? Шындықтың уын жеп, өлген артық дегені міне қалай бізді не қылады? Тәрбиелейді. Енді екінші бір ғалымыз айтқан Шалқиз Тіленшіұлының бабайымыздың бір айтқан сөзі бар екен. Айдың дейді, айдын сулар аймақ көл тасса, не дейді? Дөңбек келтірер дейді. Көп өтірік жаман сөз басына пәле келтірер дейді. Сондықтан да адам баласы кейбіреулер және бір рет айтам, өтірікке құмар, өтірікке үйреніп алған, Құдай сақтасын. Бәрібір бір күні сен не қыласың? Бір жамандыққа кездесесің. Құдай сақтасын. Сондықтан да тіліңді сақ бол, өтірік айтпа, өтірікті таратпа. Өтіріктен сақ болып, егер тілін қышып отыратын болса, зікір ет, пікір ет, шүкір ет, Құдайдан кешірім сұра. Субханаллах. Ана біреулердің бірақ тілі қышып отырады, сөйлемесе отыра алмайды. Пожалуйста, сөйле, бірақ пайғамбарымыз айтты ғой, бір адам сөйлей береді, тиіш отыр дейді. Или жақсы сөз айт дейді, или тып-тыныш отыршы дейді. Сондықтан да жақсы сөз айт. Мына бір сағат сөйлегенше бір 5 минут әдемі бір сөз айтсаң, сол не болады? Адамдарға әсер береді. Ал бір сағат сөйлеп, бір пайдасы сөз сөйлегенше, Құдай сақтасын, оның арасында обязательно өтірікті да, шындықты да айналдырып, бір-бірін қосып кеткен, бұл не қылмайды? Адамгершілікке де, имандылыққа да сәйкес келмейді. Екінші, адал адам адал кәсіп жасайды. Міне, адал болған адам адал кәсіп жасайды. Кәсіп деген немене? Тіршілік, еңбек, ақша. Онсыз өмір болмайды. Қазір кәсіп жасамасаң, өмір сүре алмайсың. Кәсіп жасау керек. Сауда жасайсың ба, мұғалымсың ба, білмеймін, инженерсің ба, дәрігерсің ба, басқа бір саладасың ба, қай салада болма, кәсібің қандай болсын? Адал болсын. Адал болған кезде біз әрқашан айттық. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Ва кулу мимма разақакумуллаху халалан тайибан." Алланың өздеріне адал әрі таза етіп берген рызықтардан жеңдер дейді. Адал кәсіп екі түрлі болады. Ең бірінші біздің жанымызға байланысты кәсіп. Жанымызға байланысты кәсіп деген ол біреудің ақысын жеме, біреуді лақтырма, біреуді алдама. Бұлай айтқанда жеңіл ақша табам деп ұрынып қаласың. Ақша ешқашан жеңіл болмайды. Ақша немен келу керек? Еңбекпен келу керек. Терімен келу керек. Егер ол еңбекпен келетін болса, оның не боласы, несі болады? Қадыры болады. Ал жеңіл келген ақша, Құдай сақтасын, ол жеңіл жолмен кету мүмкін. Сондықтан да еңбекпен таптың ба, сол еңбегің қандай болу керек? Таза болу керек, адал болу керек. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисі бар. Сонда ана бір адам, сахабалар бірге отырған кезде бір адамды көреді. Ол адамның дейді қайраты мен жігерін байқаған сахабалар, енді бұлай айтқанда денесі де мықты, түрі де бұлай денсаулығы мықты болған бір кісі өтеді. Сонда сахабалар айтады: "О Алланың елшісі, мына адам Алланың жолында ма?" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Егер ол дейді жас балаларына напақа табу үшін жолға шықса, ол Алланың жолында болады" дейді. Екінші дейді, егер ол ата-анасының қамын үшін шықса дейді, ол Алла жолында болады дейді. Үшіншісі не дейді? Міне, бұлай айтқанда өз басын, бұлай айтқанда кедейшіліктен, біреуден сұраудан сақтау үшін шықса дейді, ол Алла үшін болады дейді. Ал егер ол адамдарға күшін көрсету үшін, бұлай айтқанда риялық, мақтау үшін шығатын болса, ол шайтан үшін болады дейді. Яғни сен үйіңнен шықтың ба,
бала шағаңды қамтамасыз ету үшін шықтың, еңбек ету үшін шықтың, ата анаңа жағдай жасау үшін шықтың ба, сен Алланың жолында боласың. Үйге қайтқанға шейін сен Алланың жолында боласың, фи сабилилля боласың. Неге? Өйткені сенің мақсатың бұл жерде не қылу? Бала шағаң, ата анаң, сосын міне өзіңдің жағдайыңды істеп жатсың. Біреуден барып сұрамайсың, дай міне садақа деп. Өзің не қыласың? Сен еңбек етесің. Өзіңдің еңбегіңе еш нәрсе жетпейді. Сондықтан да пайғамбарымыздың басқа бір хадисінде не дейді? Адал еңбек туралы анығында дейді, сендердің біреулерің арқан алып тауға барып, не иығына отын көтеріп келіп, базарда сатып, сол арқылы Алла тағала оны мұқтаж қылмағанын оған кедей беріп, кейде бермейтін адамдардың сұрағанынан әлде қайда қайырлы дейді. Яғни біреуден сұрағанша, біреуден ақша қарызға алғанша не қыл дейді? Тауға барып отын жина дейді. Отын жинап әкеп базарға сат дейді. Сол сен үшін не дейді? Қайырлы болады дейді. Ана біреудер бар, жалқау, жұмыс істемейді, лентяй, хотят деньги, хотят красиво жить, вкусно кушать, но извини, пожалуйста, ондай работай. Ананың лақтыр, біреудер бар, профессия бар, адамдарды лақтырады. Анадан қарыз алады, қайтарам, Аллахи биллахи, амминаллах бар. Анау қысат бүйтеді, мынадан алады, анаған береді, ананы бүйтеді, ол өмір емес қой ол. Өмірдің шешімі адал еңбек ет. Қай салада болма, адал бол. Қай жерде болма, таза бол. Сол кезде Алла не қылады саған? Міндетті түрде берекесін береді. Сондықтан да бірінші адал адам шыншыл болады. Екіншісі не? Адал адам адал кәсіп жасайды. Адалынан не? Ақша табады. Үшінші, адал адам аманатқа қиянат жасамайды дейді. Қиянат жасамайды. Яғни қиянат деген немене? Біз жоғарыда айттық. Аманатқа берік болу деген ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бойындағы болған асыл қасиет дейді. Мысалы біз айтамыз өмір баянынан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай болды? Амин болды. Амин деген кім? Пайғамбарлық келместен бұрын Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды Меккенің халқы Ал-Амин деген атақпен таныды. Амин деген не? Сенімді, жақсы, яғни адамгершілігі жоғары, біреуді алдамайтын, аманатқа қиянат етпейтін. Сен біреуге құпия сөз айтасың, аманат деп. Через час по секрету всему свету деп таратып жібереді. Біреуге ақша бересің, қарызға сұрады, бердің. Сосын айтасың, аманат мынан, бір айдан кейін қайтарып берші, бауырым. Бітті, бір ай өтеді, 2 ай өтеді, еще ветер поле, короче. Ол қиянатшыл болады. Алла тағала ондайларды жек көреді. Және олар не? 200-ділер болады. Құдай сақтасын. Сондықтан да аманатты мойныңа алдың ба? Аманатты орында. Біреуден аманат алдың. Отбасың сен үшін аманат. Балаларың сен үшін аманат. Ана туғызып алып, тастап, ол намаз оқымайды, ол иттеді, ол битеді деп Құдай сақтасын. Балаларың бар ма? Ондай болса, ол сенің мойныңдағы болған аманат. Ол аманатты міндетті түрде не қылу керек? Орындау керек. Пайғамбарымыз салса міне бір әдемі бір хадисі бар. Аддул аманат иля ман иътаманака дейді. Уәла тахун ман ханака дейді. Саған сенің білдіргендің аманатын тапсыр дейді. Сосын біреу саған қиянат жасаған болса, сен оған қиянат жасама дейді. Міне. Біреу сені лақтырып кетті. Аманатқа қиянат етті. Мен де оны лақтырам. Ол істеме. Ол мұсылмандыққа жатпайды. Неге? Өйткені Алла тағала көруші, Алла тағала білуші, Алла тағала не қылады? Бір күні айналдырып алып келеді. Оны таубасына түсіреді. Сен емес, оны тауба түсіресің. Сондықтан да сен әрине ақыңды жегізбе, қолдан келгенге шейін алудыққа тырыс. Төртінші, адал адам әр істі әділ болады. Әр бір істе не болады? Әділ болады. Алла тағала Құран кәрімде айтты: «Вақул аманту бима анзалаллаху мин кутубин ва умирту ли'адила байнакум Аллаху раббуна ва раббукум» дейді. Мен Алла түсірген кітапқа иман келтірдім, мен араларыңда әділ болуға бұйырылдым. Алла біздің де Раббымыз, сендердің де Раббыларың дейді. Яғни адам баласы үкім шығарған кезде, құрметті жамағат, біздер не болуымыз керек? Әрқашан кезде адал болуымыз керек. Яғни кім болмасын, қандай жағдай болмасын, ұжымда болсын, отбасында болсын, басқа бір жағдайда болсын, әділ бол. Әділ бол. Әділ болатын болсаң,
иншалла шындықпен шешетін болсаң, ешқашан құр қалмайсың. Дана халқымыз айтқан, әділ іс ағын судың не арнасындай дейді. Әділ сөз болат семсер алмасындай дейді. Әкімің адыл болмаса, жұрт бұзылады, саудаң әділ болмаса, нарық бұзылады деп қазақ атам айтады. Сондықтан да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам басқа бір хадисте не дейді? Әділетті ғұмырының темір қазығы етіп турашыл болғандар Алланың құзырында нұрлы минберде отыратын болады дейді. Олар үкім шығарғанда отбасы мүшелеріне және өздерінің бағынышты жандарға қатысты әділ болғандар дейді. Сондықтан да кім болса болбасын, адам баласы әділ болатын болса, иншалла Алла не қылады? Міндетті түрде жақсылығын береді. Сондықтан да құрметті жамағат, міне әділ қоғамда біз 4 нәрсеге қатты көңіл бөлейік. Өтірік сөз айтпайық, аманатқа қиянат етпейік. Сосын немене? Былай айтқанда әрқашан әр кезде әділ болайық. Сосын тапқан ақшамыз, напақамыз, кәсібіміз қандай болсын? Адал болсын иншалла. Сол кезде Алла бізге екі дүниенің жақсылығын береді. Алла дұға тілектерді қабыл етсін, иманымыз кәміл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.